балалар, бүгін сабағымыз 58 сабақ өлшеу және шама мәндері мен амалдарды орындайсың дейді. Бірінші есеп: әр жануардың массасын ата, массаларын өсу ретімен жаз дейді балалар. Міне балалар, қараңыз, ең кішкентай қайсысы килограммы? 2 килограммдық тауық екен. Сосын 3 килограммдық үйрек екен. Сосын не екен? 4 килограммдық әтеш екен. Сосын 5 килограммдық мысық. Сосын 7 килограммдық қоян екен. Сосын 20 килограммдық қой. Сосын ешкі 30 килограммдық. Сосын 60 килограммдық бұзау. Сосын 100 килограммдық сиыр екен балалар. Мына 1 килограмм, 2 килограмм. Екеуін қосқан кезде 3 килограмм шығады. Балалар, екінші сабағымыз жануарларды массасын өсу ретіне қарай ата дейді балалар. Міне қараңыздар. Ең кішкентайы 8 килограмм қоян. Сосын 20 килограмм түлкі, 30 килограмм қасқыр, 40 килограмм барыс, ең дәу 90 килограммдық аю екен. Енді балалар, үшін сабағымыз аңдардың мекені қайда есептен, ені қай жерде мекен дейтін айт дейді балалар. Мына балалар, 2 қос 6 8 болады. Мына жерде қараңыздар. 40-тан аламыз 20, 20 шықты. 20. Мына жерде 50 килограммнан аламыз 40 килограмм. Сөз 10 килограмм шықты. 10 килограмм болса, мына жерде 7 қос 10, сол кезде 10 килограмм, міне, мынаның іні екен. Міне балалар, былай сызып аламыз. Мына жануардың іні болып саналады. Енді келесі, қараңыздар. 100 килограмм аламыз 10-ды, сөз 90 шықты. 10-нан аламыз 2-ні 8, міне 8 болса, бұл қоянның іні екен. Міне, қоян 8 килограмм. Енді 50 қосы 40, 90, 90 болса, бұл ненікі екен? Аюдікі екен іні. Аюдың іні болып тұр. Мына жерде 20, 20 болса, міне, мынау түлкінікі екен. Түлкінің мекені болып саналып тұр. Түсінікті ма? Математикалық ребустарды сандарды тап дейді міне балалар. Ешкі мен қойды қосқанда 70 килограмм болып тұр. Міне 70 килограммы қосамыз. Мынау қанша болып тұр? 90-нан аламыз 70-ті, сөз 20 шықты. Иттің салмағы тең болады 20 килограмм екен. Балалар, түсінікті ма?